Сәлем достар, біз бүгін формада СССР формасымен жасалатын безгене жасайтын боламыз. Ол үшін маған керегі, ол екі еселенген құрамы. Сол үшін описаниеге қалдырам құрамын. Бұл жерде мен газге осылай ертіп алдым сармайды. Сармайды ертіп алғаннан кейін бұл газге еріген 200 грамм сармай, сосын 6 жұмыртқа, 70-80 грамм өсімдік майы. Өсімдік майын негізі тағы қосам. Шекер, өсімдік майын тағы да үлкейтетін боламын, себебі мен екі есе қылып жасап жатырмын, жаңағы айтқандай. Содан кейін менде осында разрыхлитель қопсытқыш. Содан соң бізде ванилин қосам, сосын ұнды қосатын боламын. Барлық ингредиенттер осылар. Содан соң мен шекерді осылай қосып аламын. Бізде сармай мен шекерді осылай қосам. Бізде қатты тәттіні жақсы көретін болғаннан кейін мен осылай көп қосып жатырмын. Қаласаңыздар сіздер жай ғана 100 грамм қоссаңыздар болады. Өз дәм рецепторлеріңізге қарай көресіздер. Содан кейін жақсылап тұрып араластырамыз. Барлығы бірге біркелкі араласу қажет. Бізде өте қатты араласқаны дұрыс болады. Қаншалықты жақсы араласса, соншалықты біз үшін өте жақсы болып келеді. Жақсылап тұрып араласқаннан кейін біз оның үстіне тағы мен ақмайды, жаңағы өсімдік майын қосып жіберген болатымын. Міне осылай қосып жібердім. Енді бұны да бүкіл тестімен араластыратын боламыз. Өйткені ақмай, өсімдік майы, яғни бұнымен араласу оңай болмайды. Сосын мен 1 шай қасық тұз қосып жібердім. Тәттілік пен ащылық дәмі бірдей болу үшін, баланс болу үшін арасында осылай ұрып жіберіп араластырасыздар. Сосын жақсылап тұрып араластыра береміз, пока біздің тестіміз әдемі болып келгенше. Мен негізі 6 жұмыртқаны бір-бірлеп қосып тастадым, содан кейін барып разрыхлитель қосамыз осылай. 1 шай қасық немесе 2 шай қасық қоссаңыздар болады, немесе 1 ас қасық қоссаңыздар болады, өз қалауларыңызбен. Содан кейін жақсылап тұрып араластырамыз. Менің айтқанмен жасағандарыңыз дұрысырақ негізі. Содан кейін жақсылап осылай араластырып шығамыз. Барлығы бірге біркелкі араласу керек. Бұл печенье өте оңай жасалады. Негізі ингредиенттері қолжетімді, үйде бар ингредиенттер. Мен осылай електен өткізіп, ұнды салып жіберетін боламын. Әр бөлігін примерно 2-3 бөлік салам. Бөліп салуларыңыз керек, өйткені бәрін бірдей салып жүрсеңіздер, ол өте дұрыс араласуда қиындау болып келеді. Сосын мен осындай ванилинді қосып жіберемін деп көрсетіп жатырмын. Содан кейін жақсылап тұрып араластырамыз. Бізде примерно слайм мен сгущенканың ортасындағы, былайынша айтқанда осындай бір тесті болады, қою. Өзінің консистенциясы бар, осындай тесті шығатын болады. Ванилин қосып жібердім. Сосын бұны да жақсылап тұрып араластыратын боламын. Сонда бізде осындай бір масса шығатын болады, достар. Содан кейін масса шыққаннан кейін оны біз қызып тұрған жаңағы формамызды негізі қыздырып қойыңыздар газге. Қатты қыздырып тұрған массаңызға жаңағындай сармай немесе ақмай жағып, солай жасап алсаңыздар болады. Мынау форма негізінен істеліп пісіріп болғаннан кейінгі түрі форманың. Міне, менде дайын болғаны. Міне форманы негізінен солай қыздырып барып, содан кейін әрбір тесігіне ақмай жақсаңыздар, сіздерде жабыспайды. Соны ескертуге алғандарыңыз дұрыс. Сосын бізде осындай болып шығады, достар, пісіп шығады. Өте дәмді, шаймен ішкенге де, бір жерге қойғанға да өте әдемі болып келеді. Оңай, қолжетімді және дәмді. Және балалықтың балдамы десек те болады. Міне, астарыңыз дәмді болсын.